Құрметті қандастар, құрметті алаш жұрты, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым. Біздің Қазақстан Республикасының ата заңы дейміз ғой. Ата заңда Қазақстан Республикасы жазулы тұр. Бірінші бабында жазулы тұр, қандай мемлекет екеніміз. Сонда былай жазған: Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең басты қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылған. Көрдіңіз бе? Бірінші баптың өзінде, жалпы ережелердің бірінші бабында ата заңымызда осылай жазылған. Мен бұны неге айтып отырмын? Мен мынау жаңағы көші-қон саясатының 23 жылдан 27 жылға дейінгі тұжырымдамасы жарияланды ғой. Сол тұжырымдаманың негізінде жаңағы көші-қонның заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі. Сосын бағдарлама бекітіледі. Ұзақ мерзімге жасалған бағдарламаның осы тұжырымдама негізінде жасап шығады. Оны үкімет бекітеді. Ал жаңағы заңға президент қол қояды. Көрдіңіз бе? Мына жерде біз құқықтық мемлекет деген сөзді естеріңізге мықтап сақтап отырыңыздар. Бір нәрсені айтқым келді. Демек сол бағдарлама, жаңағы тұжырымдама жарияланды ғой 5 қыркүйекте жаңағы айтқанында, содан бері міне қарсылығымызды көрсетіп жатырмыз ғой. Мен сол бағдарламаны оқып бірден қарсы болдым. Шалқамнан түстім да. Шок болдым дедім ғой, шок болдым. Шалқамнан түстім. Онда бағдарламада не деп жазылған жаңағы? Айтады, үкімет айқындаған өңірлерге барып, сол жерде 5 жыл тұрасың. Мына қазір қандас деген мәртебенің уақыты 1 жыл әзір. Соны 5 жылға өзгертеді екен, 5 жылға ұзартады екен да. Соны 4 жылдан кейін сөзді азаматтық алар екенсің да, қоныстанар екенсің. Сізге жағдай жасайды мемлекет. Үй жағынан жартылай болса да, тағы. Сондай әлеуметтік жағдайыңызды жасайды екен. Бірақ сіз ол жерге 5 жыл оралман куәлігімен тұрасыз, соның 4-ші жылында азаматтыққа тапсырасыз, азаматтық алады екенсіз. Ал басқа өңірлерге сіз тұра алмайды екенсіз, шеттен келген қандастар. Маған солай түсіндірді. Жаңағы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі солай түсіндірді. Басқа өңірлерге. Ал енді сол жаңағы үкімет айқындаған өңірлер деген не ол? Үкімет айқындаған өңірлер дегенде мен түсінікті болу үшін сіздерге дұрыстап тұрып айтайын. Қазақстан Республикасы үкіметінің 16 жылы 18 желтоқсанда 83 қаулы шығарды. Үкімет, ол кезде үкімет Кәрім Мәсімов болатын. Сол қаулысында анау оралманда дейтін ол кезде көшіп келушілер, шеттен келетіндер, қоныстандыру үшін Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 7 облысты мына шеттен келгендерді қоныстандыратын арнайы облыс қылып бекітті. Ал енді қосымша қоныс аударушылар дейді. Мына ішкі көші-қон, ішіндегі халқы тығыз жердің халқы барып, көшіп барып қоныстанатын Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 4. Бұл енді араның ішінде бар. Өстіп осыны бекіткен, үкімет бекіткен. Бұл саясат, есіңізге сақтап қойыңыз. Енді сіз осы өңірлерге келіп қоныстансаңыз, жаңағы шартпен азаматтық ала аласыз Қазақстанның. Шеттен келген қазақтарды айтып отырмын. Ал басқа облыстарға барсаңыз, өзің қалаған облысқа барсаңыз, сізге азаматтық берілмейді. Көрдіңіз бе сұмдықты? Мен мұнаны оқып, министрліктен естіп, чоқ болып, күндіз-түні ұйқыдан, күлкіден қалып, үст-үстіне төпелетіп, осыны айтып жатырмын. Сіздер түсінсін деп. Ал енді мен ойлап жүрген бұны Ақтеке мен Көктекенің ықпалымен жасалды. Президентке біздің қандастар туралы мүлде басқа ақпарат беріп, президентке бұны бекіттіріп алып, сосын жаңағы бағдарламаның тұжырымдама жасалды ғой, концепция. Сөйткен шындық ол. Өйтпесе олардың басы екеу емес, жасай алмайды оны өз бетіменен. Бізде солай өзі жүйе. Дұрыс, президенттің ақылдығымен осы жасаңдар дегеннен кейін өздері жасатады, алдында айтады ғой. Бұл қандастар бүйтіп жатып, біз мынандай қатырамыз бұларды, өйтіп солтүстік халыққа толтырамыз деген болу керек енді. Сөйтіп жасатып алғанда, бекіттіріп алғанда, сосын тұжырымдаманы шығарған. 2013 жылы 4 жылсыз азаматтық бермейтін заң қабылданғанда Кәрім Мәсімов президентке сөйтіп бекіттіріп алған Назарбаевқа. Алдымен бекіттіріп алып, содан кейін әкеліп, ана депутаттар қарсы болса алып келіп қағазды көрсетіп отырып, Назарбаевтың қолын көрсетіп отырып,
құртып отырып сол заңды қабылдатқан болатын 2 айда. Көрдіңіз ба? Ол кезде заң қалпына келді. Оны көп айттым, ол туралы айтпай ақ қояйын. Енді сіздерге мына заң туралы, мына тұжырымдама туралы айтайын да. Мен бір нәрседен бүгін шошыдым. Енді әрекет жасап жатырмын осыны. Президентімізге жеткізейін Қасым-Жомарт Кемелұлына деп ше. Бұны әдейі жасап, анағысын аяқтан чалу үшін деп ойладым да. Енді Ақордада қаншама адамдар отырады. Ол жерде ішкі саясат бар, президент аппараты бар, тағы сондай конституциялық кеңес бар. Қазір сот болып өзгеріп жатқан. Соның бәрі бар ғой. Мен қарасам бүгін ішкі саясат бөлімі республика. Соның басшысының телефонын тауып звондадым. Болат Тілепов деген, Әнапи ауылы деген жігіт бар. Алдыңғы немді айттым ғой. Иманғали Тасмағамбетовтің қасында жүрген, легенда Иманғали Тасмағамбетовтің атақты әкім, мемлекетіміздегі ең ықпалды тұлға, әзір зейнеткер ғой. Сол кісінің қасында жүріп тәрбиелеген шәкірті звондап, мына жоба осылай деп жаңа айтып жатырмын ғой сіздерге айтқан сөз. Сөйтсем сол кісі бір сөз айтты маған, бір сұмдық сөз айтты. Не сонда? Қандастар, сол түске бармау керек па дейді. Бармау керек па дейді. Бармау керек деп. Сіздің мына тұжырымдамаңыз бойынша бармау керек олар дедім. Ол басқа механизммен бару керек. Десем, бұлардың бәрін деп айтпай қойды енді. Осы кісі өкілдік сипаттағы адам ғой, жаңағы ішкі саясат бөлімінің бастығы деген. Ішкі саясатты реттейтін. Сол кісінің өзі сондай көзқарасты екен. Ол қандай көзқарас? Ол мынау 1948 жыл 10 желтоқсанда қабылданған адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы деген бар. Ол Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен қабылданған. Кәдімгі сонымен қабылданған. Ол адам туғанда өзі құқық болады ғой, Алланың берген құқығы болады ғой. Соның бәрі қамтылған 30 бапта. 30-ақ бап өзі. Сол қамтылған. Ал енді Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болам деген мемлекеттер осыны қол қойып, өзіне міндеттеп алады. Мына мен бұлжытпай орындаймын. Осыда не айтылды? Мен заңдарының бәрі осы негізде жасалады. Ата заңымнан бастап, конституциямнан бастап деп міндеттеме алып, сол бойынша сенің ата заңың жасалады. Содан кейін барып, сол заңдар жасалады сол негізде. Түсіндіңіз ба? Бұл заң, бұл құқық, бұл адамның құқығы. Ал солтүстікке көшіру, ол саясат, ол мемлекеттік саясат, ол мемлекет реттеп отырады. Бірақ ол саясат заңнан аттамау керек, заңға бағыну керек. Заңның негізінде болу керек. Түсіндіңіз ба? Соны жаңағы мен айтып отырған жаңағы ішкі саясат бөлімінің төрағасы болып отырған, басшысы болып отырған Болат Тілепов айтады. Ол неге бармай ма солтүстікке? Бару керек қой дейді. Не, сонда бармай ма екен дейді. Олар әулие ме екен сонда? Ойқастап жүре ме екен Қазақстанда дейді. Мен айтам, жоқ, барады. Барған мен 200% қолдаймын. Бару керек кеш. Айтып жатырмын ғой, жерде бәрі бар, еңбек күшті. Ол жақта не жетіспейді, жер құнарлы, сосын жаңағы халқы аз, шекара оның үстінде. Табиғаты жақсы. Айтып жатырмын ғой, барады. Бұрыннан бері осы 18 жылы шыққаннан бастап мен оны қолдап жатырмын. Түсіндіңіз ба? Барады деп жатырмын да, бірақ сіздің мына механизміңізбен бармайды. Бұл деген Сталиндік репрессия. Айттым ғой тағы да. Сталин жаңағы анау қиыр-шығыстағы кәрістерді алып келді ғой. Кәрістерді алып келіп жаңағы Қытайлар Шаушанзу дейді. Қазақстанда толып жүр ғой байлар, ана қазақ мысты елеп алған. Соларды еркінен тыс алып келіп осы жерге келіп Қазақстанға қоныстандырған. Түсінесіз ба? Жапондық та болған әуелі. Мына бір тал жапондық өлді, мына Карлахта түрмеде жатқан, осы жақын жылда өлді. Жалғыз жапондық сол түрмеге түскен жаңағы. Саяси қылмыскерлердің түрмесінде бала екен сол кезде. Демек сондай ұлттар, қарашайылар келген, кім жоқ бізде Құдай, 132 ұлттың сол бір жүздейі сол Сталиндік репрессиямен айдалып келген, өктемдікпен пойызға басылып алып келген, еркінен тыс. Сталиннің мына декларацияны қақпай, сол диктатор деген сондай жасаған жауыздар олар. Түсіндіңіз ба? Ал енді мен сіздерге тағы да айтайын. Сол 30 баптан тұратын декларацияның 13-ші бабында былай жазылған. Әр адамның, әр мемлекеттің ішінде жүріп тұруына және өз қалауынша тұратын мекенжайды таңдау құқығы бар. Таңдау құқығы бар. Есіңізге сақтап қойыңыз. Екінші бөлігі сол 13-ші баптың. Әр адам кез келген елден, оның ішінде өзінің туған елінен басқа елге қоныс аударуға және өз еліне қайтып оралуға құқылы депті. Біз туғанда қазақ халқы бір атаның баласымыз. Қазақ деген халық бір атаның баласы. Сөйте ол ұруға, тайпаға бөлінді ғой енді.
бөлінеді тайпаға, өседі, өркендейді. Түсіндіңіз ба? Соны келді дағы жаңағы империялар жаңағы. Қытайың бар, Орыстың империясы бар, Ресей империясы бар, соның быт-шытын шығарып бізді талқандап, жаңағы пышақ үстінде бөліп алды ғой жерімізді бөліп алды. Мына жағында Шығыс Түркістан Қытайға қалды, Моңғолия баян өлгеймен неге Ресейге қарады, Советтер одағына кейінгі. Сөйтіп, мынау Астрахан, біздің Омбы, ол Ресейге кетті. Мына жақта Өзбекстанға да біраз жерлеріміз кетіп қалды, енді Өзбекстан тымылдың ішінде. Демек бөліп алды ғой. Сонда бір тұтас қазақтың баласы жер шарында шашырап кетті. 91 жыл тәуелсіздік алған кезде сол шекарамызды бұрынғы бекітті ғой енді. Келісімге келіп халықаралық деңгейде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бәрін бекітіп алды. Сонда осы Қазақстанның территориясынан, өзінің атамекенінен жерінен, жаңағы Қостанайдан, Алматы облысынан, Нарынқол келгеннен 32 жыл ауып кеткен қазақтар ары қарай өзінің ашаршылықтан, жаңағы азаматтық соғыстан кетіп қалған қазақтар шекараның сыртында қалып қалды. Біз, мысалы, кейбір қазақтар, біз сияқтылар, өзіміздің жерімізде қазақ жерін екі империя бөліп алғанда соның сыртында қалып қалдық. Түсіндің ба? Біз біртұтас ұлтпыз. Тұп-тура мына адам құқықтарының конвенциясы, жаңағы декларациясы 48 жылы 10 желтоқсанда қабылданған, Қазақстан осыны орындаймын деп міндеттеме алған осы декларация біздің құқығымызды қорғайды. Біздің құқығымыз осыда міне жазулы тұр. Біздің қайтып Қазақстанға келуімізге, ата-бабамыздың ұрпағымен қауышуымызға. Мысалы мен Найман, қызайлар, матайларымыз. Біздің атамыз Төлегатайдың басы Қызылордада жатыр. Сол жерде соның өскен ұрпағы бар, мен барып соған қосылуым керек. Мысалы, адайлар мен қызайлар бірге туысады екен деген әңгіме шығып жатыр. Мен адай туыстарымды тауып алуым керек қой барып. Мен Светқали Нұржанды тауып алуым керек қой мен. Сабыр адайды тауып алуым керек қой мен. Мен Нұрлан Ноғаевты туыстарымды, егер адай болса, Есенғали ағамды тауып алуым керек қой. Міне, сол мен мына құқығым сол. Енді сізге сұмдық керемет нәрсе айтайын. Тұңғыш президенттің дәле айналасындағылардың сауаттылығын айтайын. Тұңғыш президенттің айналасындағылардың керемет сауатты болғандығын айтайын. Мына заң жағынан айтып жатырмын. Енді сізге айтайын. Жаңағы ұлы көш басталды ғой. Президент шешім шығарды. Қаулы қабылданды. Біз сол күнді, қаулы қабылданған күнді ұлы көштің басталған күн дейміз Қазақстанға қарай. Ол қай жыл? Ол деген 1991 жылы 18 қарашада басқа республикалардан және шетелдерден селолық жерлерде жұмыс істеуге тілек білдіруші байырғы ұлт адамын дейді. Байырғы ұлт, байырғы қазақтар ана шетелде қалып қалған. Байырғы ұлт, Қазақстанның байырғы ұлт. Мына сөзге мән беріңіздер. Байырғы ұлт адамдарын дейді. Ұлттың өкілдерін қазақтар деп айтпаған, байырғы ұлт деген сол бәрі жалпылақ қазақ. Мына мемлекет құраушы ұлт. Қазақ КССР-не қоныстандыру тәртібі мен шарттары туралы Қазақ КССР мемлекеттер кеңсесінің 711-ші қаулысын шығартады Назарбаев. Көрдіңіз ба? Қаулысын шығартады. Сол қаулы 91 жылы 18 қарашада бекітіліп, енді шетелдегі байырғы ұлт жаңағы. Бұлайша қазақша айтқанда қазақтың 300-і бөлініп қалғандар енді осыны Қазақстанға қайтару, еңбек шартымен болса да деп ақырындап енді Совет одағының Ресейдің ықпалының керемет үстем болып тұрған кез ғой. Ақырын шақырта бастайды. Содан келдік біз. Алғашқы көшті бастап. Бірақ бұдан бұрын келіп алғандар да бар. Бірақ қаулы шықты, келді, оқуға келіп қалып қалғандар бар. Мысалы, Асқар Тұрапбай деген менің ағам бар, жаңағы досым Райс аға, мынау Ермұрат марқұм, Райс Әріпжан деген біздің жерлесім менің. Мынау кім? Ермұрат Зейіпқандар, солар тәуелсіздіктің алдында келіп алған. Мына 711-ші қаулы 18 қарашада қабылданбай тұрып келіп алған. Бірақ осы қаулы мен құжат жүзінде көштің басталған күн деп мерекелердің тізбегіне енгізуге әрекет етіп, әзір өкіметте жатыр. Осы күнді 18 қарашада оны көш күн деп. Бұл басқа әңгіме. Енді қараңыз, енді кереметті айтайын, тұңғыш президенттің қасындағы заңгерлердің сауаттылығын. Осы қаулы 18 қараша тәуелсіздікті алмай тұрып 91 жылы қабылданып қойғаннан кейін 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялады. Анадан кейін, анау қараша айы болса, мынау желтоқсан арасы бір айдың көлемінде 28 күндерде ме, немесе 32 күнде ме, өздеріңіз есептеп алыңыздар, тәуелсіздікті жариялады ғой. Біз алыста жатып соны қуанып жылап еңіреген тәуелсіздік, сол тәуелсіздік 16 желтоқсанда 91 жылға. Тәуелсіздікті жариялайды.
сосын ар жағында 14 күннен кейін президент 31 желтоқсан күні 1991 жылдың 31 желтоқсаны күні Шалқар радиосының эфирінен өзі шығып, бізге алыста жүрген ағайынға ақ тілек деген тарихи атақты жолдауын жариялайды. Біз оны естігеміз сол жақта жүріп. Шалқар радиосының тосылмай жетіп тұратын кез Қытайға, барлық елдегі қазақтарға, бұл Қытайдағы қазақ емес, барлық елдегі қазақтарға. Сол алыста ағайынға ақ тілек деген жолдауы атақты жолдау. Бізді Қазақстанға шақырады ғой. Енді сіз қараңыз, сол шақырғанда сонда мынандай жер бар. Мен үнемі соны мақалаларыма келтіріп жүрем. Сіздерге осы видео арқылы соны бір біліп алыңыздар. Соны айтып келеді да, айтады. Қымбатты отандастар дейді. Отандастар шетте қазақтарды айтып жатыр. Отандастар дейді. Бәріміз осы отанның мүшесіміз деген сөз. Ежелгі атамекенінен жырақтап қалған сіздерді кешегі күнге дейін ата-баба жеріне қайтып келе аламыз ба деген сұрақтың алаңдатып келгенін мен жақсы білемін. Тұңғыш президенттің сөзі, Назарбаевтың саңқылдап тұрып Шалқар радиосына айтқан. Туған жердің түтінінде ыстық дейді халқымыз. Қандас бауырларымызды байырғы ата қонысына тарту мақсатында адам правасы дейді. Адам правасы туралы ел аралық ережелерді басшылыққа ала отырып дейді. Қайталап оқиын, туға ата қонысына тарту мақсатында дейді. Төнеп кеттік қой, шекара сыртында қалып қалдық, әйтпесе қалып қалдық, кетіп қалдық. Иранда, басқа мемлекеттерде, Ашқабадта қалған қазақтарды айтып отыр. Байырғы ата қонысына тарту мақсатында адам правасы туралы ел аралық ережелерді басшылыққа ала отырып, осы сөзді естеріңізде сақтап тұрыңыздар. Қазақстан мемлекеті басқа республикалардан және шетелдерден селолық жерлерде жұмыс істеуге тілек білдіруші байырғы адамдарын Қазақстанға қоныстандыру тәртібі мен шарттары туралы арнайы қаулы қабылдады дейді. 711 қаулыны айтып отыр. Қабылдады. Сондықтан атамекенге келемін деуші ағайындарға жол ашық, ата-баба аруақ алдыңнан жарылқасын деп бізге тұңғыш президент батасын беріп тұрып, алыстағы ағайынға сол тәуелсіздіктің бірінші жаңа жылының 31 күні, жаңа жыл болады ертесінде, осы жолдауын радио арқылы жолдаған болатын. Ерте сол Егемен Қазақстан газетінде, сол кезде Егеменді Қазақстан ғой деймін, басылып шыққан болатын. Егеменді Қазақстан екен, 92 жылдың 1 қаңтар күнгі жаңа жылдық санына басылып. Енді қараңыз, сонда мына сөзді қараңыз. Байырғы ата қоныс дейді. Байырғы ата қонысымыз осы болатын. Осының шеті бөліп ақ қалды. Шығыс Түркістан Қытайда қалып қалды. Мына жағы Ресейде қалып қалды. Жағы шекаралас өңірлерде Омбы деген сияқты. Көрдіңіз ғой. Сонда халықаралық ел аралық ережелерді басшылыққа алды дейді. Ал ел аралық ереже не? Мынау адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, мен айтып отырған 48 жылы қабылданған. Бұл кезде Қазақстан оған мүше болған жоқ. Бұна декларацияның міндетін алған жоқ. Бірақ алда мүше боламыз деген үміті бар болатын. Үміті бар, соған әрекет жасайды. Сөйтті дағы 92 жылы, енді бір жылдан кейін наурыздың 2-сі күні, тіпті бір жылға да жетпей, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып Қазақстан шыға келді. Сонда міндеттемені алды. Ал бұл міндеттемені алудан бұрын оның бізді шақыратын кезде соны қосып қойған. Ана көрдің ме, тұңғыш президенттің қасындағы заңгерлер. Ол кім? Салық Зиманов, Қайрат Сапарғали, мына жерде жүрген ағамыз, әзір көзі түрі сонда жап-жас жігіт, Ресейдің тумасы. Ағамның атын ұмытам әзір. Табам мен ол кісінің атын. Қазір табам, айтам. Сол сияқты леганда ғалымдар жасаған заңгер, біздің ата заңымызды жасасқан, және сол кісілер осыны жазып, осы заңгерлер осындай құжаттар қабылдап, біздің тағдырымызды шешкен болатын, қандастар, құрметті ағайындар. Қызым, саған айтам, келдім сен тыңда дейді, қандастар, сіздерге айтып отырғанмен, бұны мына Ақордадағылар да естісін деп, Болат Әнәпияұлы естісін деп айтып отырмын. Ол немене, бармай ма деп отыр ғой, не сонда, үкімет айқындаған өңірлерге бармай ма екен деген сияқты әңгіме айтып жатыр. Екеуміз соны айғайласып қалдық, бірақ мен дауысымның қатты шығып кеткен үшін ол кісіден кешірім сұрадым. Бірақ ананы мен қабылдай алмаймын, ана сөзін кешіре алмай тұрмын. Мына көкірегімде тұр, сауатсыз сөзге. Мен сауатсыз сөзге жырым ұстап, мына осы видеоны сіздерге айтып жатырмын. Сабыр Қасымов болған соның ішінде. Сол осының бәрін қабылдатып жүрген солар. Түсіндіңіз ба? Ел аралық права дейді. Ел аралық права деген мынау. Адам құқықтарының декларациясы. Ал енді Біріккен ұлттар ұйымына мүше болғаннан кейін, оны сен атқарсаң да атқарасың, онсыз мүше бола алмайсың. Көрдіңіз ба? Енді біздің
бүгінгі 22 жылғы жаңағы тұжырымдама бар ғой, жаңағы 23 жылдан 27 жылға арналған тұжырымдаманың несін, концепциясын жасаушылар, тұжырымдаманың жобасын жасаушылардың сауатсыздығын қара. Мынауыңды ұрып ойламаған, қақпаған ғой, қақпаған, лақтырып тастаған. Сен дейді, ана Байырғұт өкіліміз ғой енді біз жаңағы, бастан бекітіліп қойған. Сен дейді, келесің, мына жерге барып тұрасың дейді, ана жаңағы жеті облысқа дейді. Соған тұрсаң ғана 5 жыл тұрасың, сен 5 жыл тұрып сол жерде тұрасың, ана қандас мәртебесі. Соның 4 жылда азаматтық аласың, басқа облысқа барсаң, саған азаматтық жоқ дейді. Бұл мына декларацияға қайшы, мүлде қайшы. Адамның құқығын шектеп отыр. Бірінші Құдай берген құқықты, екінші Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы мақұлдауымен жасалған жаңағы адам құқықтарының декларациясы. Біздің ата заңымызда соған негізделіп, барлық заң соған негізделіп жасалған. Кеше айттым ғой, көші-қон туралы заңда да тұр сондай норма, міне осыған қаратылып жасалған. Жаңа мен сізге айтып берейін, қандастар туралы. Заңымыз бар өзіміздің, көші-қон деген, көші-қон туралы. Қайда кетті? Мен сізге айтып берейін. Қазір 1 минутта мен тауып беремін. Халықтың көші-қон туралы заңы міне 5-ші бабында тұр. Соның келушілердің құқықтары мен міндеттері дейді. Келушілер деген сол қандастар, әйтпесе этникалық қазақтар, әйтпесе бұрынғы ана тұңғыш президенттің көзіндегі атаумен айтсақ Байырғұт өкілдері, сіздер, біздер. Сонда айтады міне, соның 5-ші бабында айтады. Көшіп келушілердің құқықтары мен міндеттері. Қазақстан Республикасының көшіп келушілердің болуы үшін ашық аумағы бойынша еркін жүріп тұруға. Үшіншісінде, төртіншісі, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрғылықты жерін еркін таңдауға құқығы бар дейді. Демек, мына жаңа жасалып жатқан тұжырымдама бізді осы құқығымыздан мақұрым етіп жатыр. Мынаны Біріккен ұлттар ұйымына арыз жасайтын болсақ біз, олар бекітіп беретін болса, сотпен оны ары қарай қузаймыз. Оның сотпен оның осыны жасаған адамдардың біз несін тексеруіміз керек. Жаңағы құқықтық баға бергізуіміз керек. Прокуратураға жазып, сотқа беріп, бұған біз осы жобаны. Не үшін біз бүкіл әлемнің алдында әзір масқара болдық. Ол масқаралық не? Жаңағы заңның жобасы, ол парламент, неге, жаңағы үкіметтің сайтына шықты деген сол бүкіл әлемге тарайды. Қазақстан деген Орта Азиядағы көшбасшы мемлекет, өзінің ата заңында дейді. Қазақстан Республикасының өзінің демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет деп жазық қойып, ана шеттегі Байырғұт өкілдерін, өзінің мемлекет құраушы ұлтын, қазағын, 300-нің баласын дейді ғой жаңағының, бірінші Құдайдың берген, екінші және Біріккен ұлттар ұйымының мақұлдауымен жасалған декларациядағы құқығын, қонысын таңдау құқығынан айыратын осындай фашистік заң қабылдағалы жатыр деп, ертең халықаралық ақпарат құралдарына бұл шығуы мүмкін. Мен сізге айтайын. Ей, айналайын қазағым, айналайын Ақордам, Ақорданың ішінде отырған заңгерлер, ей, данышпандар, айналайын данышпандар. Бүгін біздің президентіміз қайда? Сол онда жүр, Біріккен ұлттар ұйымында мына декларацияны 1948 жылы қабылдатқан оның сессиясында жиналыста бар, сол жерде сөз сөйлегелі тұр. Аямайсыңдар ма? Айналайындар, ей, ана президентті. Оны қойғанда біздің президенттің кім екенін білесіздер ма? Қасым-Жомарт Кемелов Тоқаев деген біздің президентіміз, сол он дейміз ғой жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары болып қанша жыл қызмет істеп келді. Соның бетін жерге қараттыңдар ғой, айналайындар. Масқара қылдыңдар ғой, мынаны қарашы, сұмдық қой. Сауатсыздар. Айналайындар, бір қарамайсыңдар ма сендер? Жара жек көреді екенсіңдер қандастарға. Жек көреді екенсіңдер. Президентті жек көреді екенсіңдер. Оның тұқыртқыларың келіп отыр екен жаңағы. Сен онымен қоймай, бүкіл Қазақстан зайырлы 31 жылдық тарихы бар Қазақстан Республикасын құқықтық мемлекетті бүкіл әлемнің алдында мынандай сауатсыз, өзінің мемлекет құраушы ұлтының құқығын шектейтін жаңағы тұжырымдама жасап масқара қылдыңдар ғой енді. Осыдан өткен енді сорақылық бар ма? Ал енді өзіңше жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құрам деп жүрсіңдер. Қайран Қасым-Жомарт ағам, Қайран Қасым-Жомарт аға, мен неғып зарлаймын сені, жақсы көрем ғой. Мен сен десең өлем, жолыңды өлем мен сенің. Мыналарыңызды тиіміз, мыналарыңызды жоғалтыңыз көсін. Мен құра алмайсыз. Ленин айтқан сауатсыз елде коммунизм құруға болмайды деп. Сол сияқты мынандай сауатсыздармен сіз жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құра алмайсыз.
Қасиетіңе бас, Қасым-Жомарт аға. Ауыт Мұқибек бауырың сенің. Мынаны айтып отырмын мен сізге. Қайтып құрасыз. Бұлар саясатпен адам құқығын ажырата алмайды екен сіздің Ақордада отырған данышпандарыңыз. Мейлі сізді тұқырту үшін жасасын, мейлі қандастарды келтірмеу үшін жасасын. Қалай жасаса да, бұл әлемнің алдында қазақтың беделін түсіру үшін де түсіп қалады дегенді ойламайды екен ғой. Мынаны көрдіңіз ба? Саясатпен адамның құқығын парықтай алмай отыр. Анау солтүстіктегі үкімет айқындаған өңірлерге қоныстандыру деген бұл саясат мемлекеттің. Сен мына адам өзінің мына правасымен келіп, шашырап кеткен халық ата бабасының ата қонысына келіп, сіз айттыңыз ғой, туған жерінде деп. Иә, туған жер ата бабасының туған жері. Ана қасиетті парызды айтқан кезде сіз туған жер деген ұғымды қолдандыңыз. Сол туған жерінде қайтып кеткенде ол сол правасынан, сол құқығынан пайдаланып азаматтығын алу керек. Жаркенттен өте салып, топыраққа табан тиіп, сөйерге қоныстанам десе қоныстанатын оның құқығы бар, оны ешкім шектемеу керек. Анау Өзбекстаннан өте салып, Жетісайға қона ма, жоқ мынау Ресейден келесі Павлодарға қоныстана ма, оның құқығын біздің шектеуге ешқандай қақымыз жоқ. Ал келіп азаматтығын алып алғаннан кейін, енді сіз оған саясатыңызды жүргізсін мыналар саясатта. Жаңағы 83-ші үкіметтің қаулысы мен бекітілген 7 облысқа баратындарға ал жүріңдер деп, бұл саясатты жүргізу үшін не керек? Ынталандыру деген керек, ынталандыру. Ол жерге мен айттым ғой, мен барайыншы деп таластырып қоятын бағдарлама жасап бере аламын мен сізге. Егер шынымен де сол жақты халыққа толтырамын десеңіз, үкімет, шынымен сол өңірді байытамын, дамытамын десеңіз, мынау Орал шеттен келген ағайындар ма, ішкі жақтан ба, өздігінен баратын, осы жүгіріп таласатын бағдарлама бар менде. Менде сондай жоба бар. Керек па? Келісім шартқа отырамыз, аппаратыңыз, жаңағы үкіметіңіз, сосын жаңағы министрлігіңіз, сосын біз, сосын парламентіңіз, бесеміз болып отырып соны жасайық. Еліміздің болашақ жаңа Қазақстанның бағдарламасы осында жаңа болу керек, көкелер. Отырып алып бір өзіңнің жеке ниетіңмен мемлекетті басқару деген сұмдық нәрсе ғой мынаны. Екі бүктеп төсқалтаға салып қойып, ол неге солтүстікке бармайды оралманда қандастар неге? Әулие ме екен олар біздің жерге келіп дейтін сенің қақың жоқ. Бұл құқықтық мемлекет, ол адамның құқығын шектеуге сіздердің қақыларыңыз жоқ. Жаңағы норманы жасаушы ағайындар. Саясатпен адамның құқығын шатастырмаңыздар. Ал бұл келіп, өзінің ата бабасының байырғы мекеніне келіп, азаматтығын алып алған деген саясатыңызды қалай жүргізесіз, ол сіздің деңгейіңізге байланысты. Түсіндіңіз ба? Міне, 30 жылдан бері осыны парықтай алмай, парықтаған алғашқы тұңғыш президенттің айналасындағы адамдар жаңағы, олар өте сауатты болған. Көрдіңіз ба мына қалай жасағанын? Тіпті Біріккен ұлттар ұйымына мүше болмағандықтан айтады, байырғы ұлт адамдарын дейді. Байырғы ұлт, иә. Қалай дейді? Байырғы ата қонысым екен. Міне ата қонысымызға тарту мақсатында адам правасы дейді. Қандас бауырларымыз дейді. Қандас бауырлар біз міне қандас деген атқа әрең жеттік. Қасым-Жомарт Тоқаевтың арқасында оралман болып жүріп, әрең жеттік өткен жылдары. Түсіндіңіз ба? Сондықтан көкелер тағы қайталап айтам, адам құқығымен сіз саясатты шатастырмаңыз. Ол қандастар сенің солтүстігіңді жаңағы өкімет айқындаған өңіріңді толтырып беру үшін келе жатқан жоқ олар. Келіп жатқан жоқ. Есіңізге мықты сақтаңыз. Ол үшін келе жатқан жоқ олар. Олар өзінің байырғы ата бабасының мекеніне, тәуелсіз отанына келе жатқан сенің қандасың, менің қандасым, оның қандасы. Түсіндіңіз ба? Қасым-Жомарт Кемелұлының туысқандары жалайырлар, Мәулен Әшімбаевтың албандары, Ерлан Қариннің адайлары, тағымды айтайын. Енді білмеймін ғой кімнің ұрының не екенін, мен қайдан білейін, білетінімді айтып жатырмын енді. Нұрсұлтан Назарбаевтың шапыраштылары аз болса да, бар оларда Қытайда аздаған. Тағы кімді айтайын? Тағы Дәурен Қуаттың, білмеймін, оның ұрығын айтпайды ол маған. Осындай адамдардың жаңағы туысқандары ол. Бөлініп қалды. 7 ата болды ма, 8 ата болды ма, 9 ата болды ма, мойында бар ғой сол қан. Түсіндіңіз ба? Мен Серік Нұғман деген жездем бар. Үсенұлы. Жазушы, қазақтың атақты жазушы. Вот соның туысқандары бар. Әділбек Қаба.
Кабанның бәрі соның туысқандары жақ. Міне соларға қара тартып келді. Қайттан қосылып жатыр. Сіздер саясатпен адамның құқығын шектемеңіз, шатыстырмаңыздар. Масқара қылдыңыздар, көрдің ба? Онда қызмет істеген, оның жиналысына барып жатқан кезде мынандай, Құдай-ау, Құдай сақтай көр. Естімеген елде көп, бесектенген ана біреулерде көп деп айтушы еді біздің аталарымыз. Мынау енді сұмдық масқара жағдай болды, айналайындар. Ағешке, есіңді жи, Көктеке, көзіңді бадырайтпай, есіңді жи. Мен сізге айтып қояйын, Алтын Мұқибек осылай айтуға тура келді. Ренжімеңіздер. Сондықтан, құрметті ағайындар, мынаны біліп алыңыздар. Сіздер байыр ұлтсыздар, атамекеніне келдің, ол сенің Біріккен ұлттар ұйымында бекітілген, Алланың берген бірінші. Екінші, Біріккен ұлттар ұйымында бекітілген адам құқықтарының декларациясында шегеленіп қойған құқығың бар. Сен солтүстікті толтыру үшін келіп жатқан жоқсың. Азаматтығыңды алып алғаннан кейін, оны саясат арқылы барасың. Ол үкіметтің деңгейіне байланысты. Оны кейін көреміз. Біз енді ертеңнен бастап бір жиналыс бар, міне басталды бұл әңгіме. Біз Алтын Мұқибек осыған жұмыс істейді. Тура осы бағытта жұмыс істеймін мен. Түсіндіңіз ба? Айтайын дегенім осы. Құрметпен Алтын Мұқибек, дауысымның қатты шығып кеткен жерлер үшін сіздерден кешірім өтінемін. Ардақты ағайын, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, Ақордада отырған азаматтар, дауысым қатты шығып кеткен үшін бәріңізден кешірім сұраймын. Тағы да бүгінгі қыркүйек айының 19-ы 2022 жыл. Аман болыңыздар. Құқықтарыңызға ие болыңыздар.